Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалу жолы өте оңай, қалтаға қонымды және де тойымды кашалардың бірі. Күріштен каша жасап бөлісетін боламын. Ең алдымен бір пиала күрішімізді алып, жақсылап жуып тазалап аламыз. Күрішімізді міндетті түрде 5-6 қайтара жуып, крахмал кеткенше жуып тазалап аласыздар. Одан соң ыдысымызға құйып, үстінен 2 пиалайдай су құйып, суы тартылғанша қатты отқа қойып аламыз. Толық суы тартылғаннан кейін бір пиалай күріштің үстінен 2 орта кесемен сүт құйып аламыз. Сүт менде қайнаған сүт, қайнамаған сүт болса да бола береді. Толық кашамен бірге пісіп қайнайтын болады. Одан соң осы кашамыздың үстінен жарты чайный ложкамен тұз салдым және де 3 үлкен қасықпен, ас қасықпен қант салдым. Барлығын жақсылап араластырып, отымыздың астын қатты қойып, видеода көріп тұрғандарыңыздай бір қайнатып аламыз. Одан соң өте баяу отқа қойып, шамамен 20-25 минуттай қойсақ, кашамыз толық пісіп, сондай керемет бал қаймақ болып шығатын болады. Оттың астын міндетті түрде өте пәс етіп қоясыздар, сонда кашаларыңыз толық пісіп, керемет болып шығады. Барлықтарыңызға осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады, сөз жоқ, ауызда ерейтіндей болып шығады. Одан соң дайын болған кашамызды ыдыстарымызға бөліп құйып, үстінен қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Кашаның үстінен кішкене мен май саламын. Одан соң осылай творогты барлығын салып әсемдеп шықтым. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.